Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз 3-ші параграф проценті бойынша санды табу. Кітабымыздың 124-ші бетінде тұр. Сонымен проценті бойынша санды табу дегеніміз ол қандай да бір шаманың берілген процентіне сәйкес мәні бойынша оның толық шамасын табу деген сөз. Яғни ол есеппен байланыстырайық тағы да. Мысалы, бірінші есеп. Егерде жалпы мектептің бастауыш сыныптарының оқушылар саны 1200 оқушы. Оқушы саны 1200. Ол бастауыш сынып оқушысы. Ол мектептің жалпы оқушыларының 30%-ын құраса. Ол жерде процент. 30%-ын құрайды. Бізден сұрап тұр, осы мектепте барлығы неше оқушы оқиды? Онда барлық оқушы бізде 100%, толық шама 100%. Барлық оқушының санын білмейміз. Осыны табу үшін біз берілген шаманы процентке бөлеміз. Яғни бөлу амалы жүреді. Шешуге бөлеміз. 1200 бөлеміз 30%. Сонымен ағарай бөлу амалын орындау үшін ең бірінші біз процентті бөлшек санға айналдырып аламыз. 1200 деген сан тұрады, бөлу, ал 30% деген ол 100-ден 30 деген сан. Бұл жерден нөлдер қысқартып жіберсек, ары қарай бөлу амалын орындау үшін міндетті түрде бізде көбейту амалына айландыруға тура келеді. Яғни алымы мен бөлімі ауысқан жағдайда. 3-тен 10 ауыстырдық. Сонымен тағы да қысқарту болады. Мына жерде 1 қалады, мына жерде 400 қалады. 400 мен 10-ды көбейтеміз, 4000. Яғни мектепте жалпы 4000 оқушы оқиды. Бұл мектепте оқитын барлық оқушылар саны деген сөз. Не істеді? Біз берілген процентке сәйкес мәнін жалпы санын табу үшін бөлу амалын орындадық деген сөз. Келесі, екінші есеп. Қант қызылшасының 18% қант, 162 килограмм қант алу үшін бізге қанша қант қызылшасын жинау керек деген есепті қарастырайық. Ол үшін бізге барлық қант қызылшасы, керек қант қызылшамызды біз білмейміз, ол бірақ 100% болады. Соның 18% қант, ол 162 килограмм. Сонда бізге барлығы неше қант қызылшасын жинау керек 162 килограмм қант алу үшін дейді. Осы есепті шешу үшін бірінші амал бойынша істейік. Бірінші амалда бағана бірінші есепте не істедік? Бірінші біз осы санға сәйкес келген процентті алдымен бөлшек санға айналдырып алдық. Сол бойынша 18%-ті біз бөлшек санға айландырайық. Онда 18-ді бөлеміз 100-ге. Қысқартайық, 2-ге қысқарады екен. Онда 50-ден 9. Бұдан ары қарай істемей қалдырайық. Әзір бөлу амалында бізге қысқартуларға керек болады осы. Екінші басқышымыз осы санды бөлшекке бөлу керек. 162 бөлу 50-ден 9. Біз білеміз, бөлу амалын орындау үшін бөлгіштің алымы мен бөлімін ауыстырып барып көбейтеміз. Бөлгішке 162 көбейту 9-дан 50.
қысқаруға келсе, бірінші әрине қысқартып аламыз. 162 мен 9, 16-ның ішінде 1, 72, 8 қалады. Яғни 9-ға қысқаратын сан екен. 18 бен 50-ді көбейтіп аламыз. 10 қойып қоямыз, 5, 8, 40, 4 ойда, бір жерде 5-ін 5, оған ойдағы 4-ті қосамыз, 9. Яғни 900 бізге іздеп тұрған жалпы қант қызылшамыз 900 килограмм екен. 162 килограмм қант алу үшін бізге керекті қант қызылшасы 900 килограмм деген сөз. Дәл осындай есептерді біз калькулятордың көмегімен қалай шығарамыз дегенде, дәл солай бөлу амалын орындаймыз. Бірақ міндетті түрде жаңағы процент белгісін басу керекпіз соңында. Сонымен осындай жаңағы проценті бойынша санды табу үшін не істедік? Бірінші, жаңағы берілген процентті бөлшекке айландырып аламыз. Екінші, сол бөлшекті берілген санға бөлеміз. Берілген санды сол бөлшекке бөлеміз. Сосын ары қарай бөлу амалдары орындалады.